Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазағымның ұлттық тағамдарының бірі қуырдақ әзірлейміз. Қуырдақты әр аумақта әртүрлі әзірлейді. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Қуырдағымызға қажетті заттарымыз көрсетілген. Ең алдымен қажетті заттарымызды турап дайындап аламыз. Пиязымызды турап аламыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта керемет рецептер болады. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салынған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отырады. Осылай пияздарымызды турап дайындап алдық. Сәбіздерімізді турап аламыз. Құрамына не қосқаным описание бөліміне жазып қалдырдым. Қанша граммнан қосқаным үйдегі адам санына қарай көресіздер. Сәбізді де өз қалауларыңыздағыдай турайсыздар. Мен осылай видеода көргендеріңіздегідей турап дайындап алдым. Қуырдақты жылқының етінен әзірледім. Осылай алдын ала қабырғаларын дайындап алдым. Еттерімізді турап шығамыз. Егер шандырлары бар болса, алып тастаңыздар. Өз қалауларыңыздағыдай турайсыздар. Үлкен қып турасаңыздар болады, орташа қып турасаңыздар болады. Қуырдақты өкпе, жүрек, бауыр қоссаңыздар болады қуырдаққа. Бірақ біздің үйдегілер ұнатпағандықтан мен олай дайындамадым. Жылқының қара кесек етімен және қабырға сүйегімен дайындадым. Осылай еттерімізді де турап дайындап аламыз. Құйрық май қоссаңыздар болады, құйрық майға да қуыруға болады. Осылай еттерімізді барлығын турап дайындап алдық. Картошкамыздың кішкентай болатын болса, ортасынан бір бөлсеңіздер болады, ал үлкен болса 4-ке бөліп, осылай турап дайындап аламыз. Бізге қажетті заттардың барлығын дайындап алдық. Енді қазанымызға отқа қоямыз. Сұйық майымызды құямыз. Майымызды қызғасын, етімізді салып араластырып қуырып аламыз. Майын сәл көптеу құйыңыздар. Мен құйрық майын қоспағандықтан майын сәл көптеу құйып қуырдым. Етіміз қуырылғасын. Пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Орташа отта қуырамыз. Бір қасық етім тұз алмағандықтан тұз салдым. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, орташа отта қойып қоямыз. Су құймадым мүлдем. Осылай араластырып тұрамыз. Осылай қазанымды араластырып тұрдым. Бір сағаттан соң картошкамызды саламыз. Қуырдаққа көп картошка салмаймыз. Аз картошка салыңыздар. Азғантай тұз салдым картошканың үстінен. Осылай бетін жауып қойдым. Бір 15-20 минуттан кейін жақсылап араластырамыз. Осылай тамағымыз піскенше жай отта қоямыз. Осымен қуырдағымыз дайын. Мүлдем су құймаймыз. Осылай тарелкамызға орналастырып салып аламыз.
Осымен қуырдағымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Үстіне пияз салып ұсынамыз. Осымен қуырдағымыз дайын. Осы рецептпен істеп көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.